Саламатсыздар ма? Бүгін тікбұрышты үшбұрыштар тақырыбын айтатын боламыз. Тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз, егер бір бұрышы тік болса, онда ол тікбұрышты үшбұрыш деп аталады, оны сіздер білесіздер. Тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышына қарсы жатқан қабырғасының өзінің атауы бар, ол гипотенуза деп аталады. Мысалы, біз мына жерде мына үшбұрышты қарастыратын болсақ, бұл жерде мына тікбұрыш С бұрышына қарсы жатқан қабырға ол АВ қабырғасы, гипотенуза деп аталады. Ал сол тікбұрыш жасап отқан қалған екі қабырғаларымыз катеттері деп аталады. Тікбұрышты үшбұрыштың бір бұрышы тік, ал қалған екі бұрышы сүйір бұрыштар болады. Екі бұрышы тік болуы мүмкін емес. Енді үшбұрыштар теңдігінің белгілерін, тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қарастырайық. Бірінші белгісі, егер бір тікбұрышты үшбұрыштың катеттері екінші тікбұрышты үшбұрыштың катеттеріне сәйкесінше тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Бұл теңдік бізде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісіне ұқсайды. Мысалы, берілген сызбада асы катетіне А1 С1 катеті тең, В1 катетіне В1 С1 катеті тең. Сондықтан бұл екі үшбұрыш тең дейді. Ал үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісінде, егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы және арасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың екі қабырғасы және арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады деген еді. Ал енді арасындағы бұрыш деген айтылмады бұл жерде. Енді С бұрышы ол 90 градус, катеттердің арасындағы жасап жатқан бұрышы ол 90 градус екен белгілі. Сондықтан бұл тікбұрышты үшбұрыштар тең болады екен. Ал енді екінші белгісін қарастырсақ, егер бір тікбұрышты үшбұрыштың катеті мен оған іргелес жатқан сүйір бұрышы екінші тікбұрышты үшбұрыштың катеті мен оған іргелес жатқан сүйір бұрышына сәйкесінше тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Сонда асы қабырғасы А1 С1 қабырғасына тең және А деген мына бұрыш А1 деген мына бұрышқа тең болса, онда бұл тікбұрышты үшбұрыштар тең болады дейді. Бұл теңдік үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісіне ұқсайды. Ол жерде бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы екінші үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышына тең болса, онда ол үшбұрыштар тең болады деген еді. Тура сол сияқты бұл жерде бірақ бір бұрыш айтылған. Енді ол сүйір бұрышы тең болса, енді катеттің міндетті түрде екінші жағында, бір жағында сүйір бұрыш жатса, екінші жағында тік бұрыш жатады. Сондықтан мына тік бұрыш ол жерде айтылмады. Сол үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісіне ұқсайды. Келесі үшінші белгіміз, егер бір тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен катеті екінші тікбұрышты үшбұрыштың сәйкесінше гипотенузасы мен катетіне тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Сонда гипотенузасы АВ А1 В1 гипотенузаға тең болса, және асы деген катеті А1 С1 деген катетке тең болса, онда бұл тікбұрышты үшбұрыштар тең болады екен. Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің төртінші белгісі, егер бір тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен сүйір бұрышы екінші тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен сүйір бұрышына сәйкесінше тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Сонда бұл жерде АВ қабырғасына А1 В1 қабырғасы тең болса, және В деген бұрышқа В1 деген мына бұрыш тең болса, онда бұл тікбұрышты үшбұрыштар тең болады екен. 13-те есепке оралайық. Бұл жерде торкөз қағазға асы кесіндісі катеті болатын, ал В төбесі торкөздердің бір түйінінде орналасқан тікбұрышты үшбұрышты кескіндеңдер дейді. Енді В деген төбесі қай жерге қоюға болады? Біз В деген төбені мына жерге қойсақ болады. Түйіндерінде деп айтылған екен бізге. Түйіндерін дегеніміз осындай жерлер. осы нүктелердің біреуіне қоюға болады.
немесе мына жаққа қойсақ та болады. Себебі бізге қайсы бұрыш тік болатыны айтылмаған. Сондықтан осы нүктелердің кез келгеніне қойсақ тікбұрыш үшбұрыш шығады. Мысалы, мына төбені біз Б деп білетін болсақ, осы нүкте болатын болса, онда бізде мынандай тікбұрышты үшбұрыш пайда болады екен. С төбесі тікбұрыш болады. Келесі Ә дегеніне қарасақ, бұл жерде де бірнеше төбелер табуға болады. Бұл жерде қалай тауып отыр десеңіздер, енді клетка санап отырық. Егер де бір бірлік солға, екі бірлік жоғары жүрген болса, енді Б деген төбесі керісінше біз оңға қарай екі бірлік жүріп, жоғары қарай бір бірлік жүреміз, немесе солға қарай екі бірлік, төмен қарай бір бірлік жүреміз. Сол кезде тікбұрыш пайда болады. Немесе мына жақтан да алсақ болады. Осы нүктелердің кез келген біреуіне белесек болады. Мысалы, О деген төбеміз кез келген қайсысы болсын. Мына жер болсын. Қоссақ, бізде А, Б, С тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. А деген төбесі тік болады екен. Келесі 13-те 2 деген есеп. Торкөз қағазға АВ кесіндісі гипотенузасы болатын, ал С төбесі торкөздердің бір түйінде орналасқан тікбұрышты үшбұрышты кескіндеңдер дейді. Бұл жерде С деген төбесін мына жерден алсақ болады. Немесе мына жақтан. Осы екеуінің біреуін таңдаймыз. Мысалы, мынау С болса, А-ны С-ға қосамыз, Б-ны С-ға қосамыз. Сонда бізде АВС тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. С деген төбесі бұл жерде тікбұрыш жасап тұр. Тікбұрышқа тең. Келесі Ә деген есебінде тікбұрышты үшбұрыш болуы үшін біз мына нүктені таңдасақ болады. Енді оны қосатын болсақ, С деген төбесі тағы да бұл жерде тік. Себебі АВ гипотенуза болатын болса, онда қарсы жатқан міндетті түрде С деген төбесі қарсы жатады оған. Сондықтан С төбесі тікбұрышты болады екен. 13-те 3-ші есеп. 13-те 7-ші суретте тең тікбұрышты үшбұрыштарды көрсетіңдер дейді. Бұл жерде мына бірінші тікбұрышты үшбұрышпен тең болатындай. Енді бұл жерде қарасақ, мына жағы екі клеткадан тұрған. Келесі катеті тағы да екі клеткадан құралған екен. Сондай тікбұрышты үшбұрыштар табуымыз керек. Ол 5 және 4 екен. Сондықтан 1, 4, 5 деген үшбұрыштар тең болады екен. Келесі тағы да тең болатын. Мына 2 деген үшбұрышқа тең болатын тікбұрышты үшбұрыштарды тапсақ, бір катеті 2 клетка, екінші катеті 1 клетка болатын. Үшінші және 7-ші тікбұрышты үшбұрыштар тең болады екен. 2, 3, 7. Ал енді 6-шы тікбұрышты үшбұрышымыз, оған тең болатын басқа үшбұрыштар жоқ. Сонымен есеп аяқталды. Келесі есеп 13-те 4-ші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштар тең бүйірлі бола ма дейді. Тең бүйірлі бола ала ма? Біз тең бүйірлі тікбұрыш үшбұрыш сала аламыз. Себебі біз екі катетін тең қылуымызға болады. Мысалы, мына жағдайда берілген екі қабырғасы тең және оның арасындағы бұрыш 90 градус. Бұл үшбұрыштың аты тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш деп аталады. Себебі екі катеті тең, сондықтан тең бүйірлі, ал 90 градус болғандықтан ол тікбұрышты. Ә дегеніне жауап берсек, енді біріншісі иә болды. Ә дегенінде тең қабырғалы бола ма дейді. Тең қабырғалы бола алмайды. Бізде тең қабырғалы үшбұрыштардың бұрыштары
әрқайсысы 60 градустан болады. Ал тікбұрышта үшбұрышта бір бұрышымыз 90 градус. Ал 90 градус ол жерде ең үлкен бұрыш, қалған бұрыштар сүйір. Үшбұрыштар теңсіздігінен біз білеміз, үлкен қабырғаға үлкен бұрыш қарсы жатады. Сондықтан 90 градусқа қарсы жатқан гипотенуза катеттерден міндетті түрде үлкен болады. Сондықтан әсі жоқ, болмайды екен. Келесі 13-5 есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары 4-5-5 бола ма? Бола ма дейді. Енді бұл жерде бола алмайды. Себебі енді үшбұрыш теңсіздігін қанағаттандыратын, шартын қанағаттандыратын үшбұрыш болса, одан кейін ол міндетті түрде бір қабырғасы басқа екі қабырғасынан үлкен болу керек. Тікбұрышта үшбұрышта сондай шартты қанағаттандыру керек. Сондықтан 4-5-5 ол бола алмайды. Келесі 13-6 деген есепте тікбұрышта үшбұрыштың катеттері 11 см және 111 см бола ма дейді. Әрине болады. Себебі біз бір қабырғасы шамамен мынау болатын болса, келесі қабырғасын қанша созсақ та ол катеті бола алады. Себебі гипотенузасы бұл жерде міндетті түрде басқа екі қабырғасынан үлкен болады. Сондықтан бұндай үшбұрыш болуы мүмкін. 13-7 есеп. Тікбұрышта үшбұрыштың қабырғалары 3 см, 4 см, 5 см. Гипотенузасы неге тең? Біз бағана үшбұрыштарды айтқан, тікбұрышта үшбұрышты айтқан кезде тікбұрышқа қарсы жатқан қабырғасы гипотенуза деп аталады дедік. Мысалы, кез келген мынандай тікбұрышта үшбұрыш салатын болсақ, ол жерде мынау тікбұрышы қарсы жатқан қабырғасы, мысалы АВ деген қабырғасы, ол гипотенузасы деп аталады, және ол ең үлкен қабырғасы берілген тікбұрышта үшбұрыштың. Сондықтан гипотенузасы оның 5-ке тең.